Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы үгілмелі трубочканың рецептімен бөлісемін. Бұл трубочка өте дәмді болып шығады, кез келген дастархан сәнін келтіреді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: ұн, салқын су, 2 жұмыртқа, алма сірке суы, шым-шым тұз. 2 жұмыртқа ақуыз бен сарыуызын бөліп аламыз. Ақуызы трубочкамыздың ішіне кететін кремге керек. Ал сарыуыздың біреуін салқын суға саламыз, ал екіншісін трубочкамыздың бетіне жаққанға алып қаламыз. Салқын суымыздың үстіне сарыуызымызды, 2 шай қасық алма сірке суын, шым-шым тұз салып араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне мұздатқыштан шыққан сары майымызды салып үгітеміз. Кружка жасауымыз керек, бірақ майымызды қатты ертіп жіберудің қажеті жоқ. Осының үстіне, ұнымыздың үстіне суымызды құйып, араластырып қамырлейміз. Ұнымыздың басын біріктіріп алуымыз керек. Қатты қамырғып илеудің қажеті жоқ. Майымыздың бәрі толық еріп кетпеу керек. Қолымыздың жолымызбен май еріп кететін болса, онда қамырымыз үгілмелі қатпарлы қамыр болмай қалады. Еленген қамырымызды пакетке салып 4-5 формаға келтіреміз. Осы қамырымызды мұздатқышқа кемінде 2 сағатқа салып қоямыз. Енді біз трубочканың формасын жасаймыз. Оған жай қағаз, ақ қағаз қолдансаңыздар болады. Ақ қағазды бірінші конус ретінде орап алып, шетін скотчпен бекітіп, артық жерін қырқып алып тастайсыздар. Дәл осылай бірнеше форманы жасап аласыздар. Қағазды формамыздың сыртын фольгамен орап шығамыз. Керекті размерге кесіп аламыз, сыртын дөңгелетіп орап шығамыз. Артық жерлерін ортасына кіргізіп тастаймыз. Осында бізде әдемі форма шығады сосын. Қалауыңызша қанша штук керек, сонша штук жасап алсаңыздар болады. Мұздатқыштан шыққан қамырымызды астына кішкене ұн себелеп жіберіп жаямыз. 4 пішті көлемде жаямыз. Қазір кескенге ыңғайлы болу үшін. Қатты шығармаймыз, орташа көлемде жайып аламыз. Жайылған қамырымызды ұзынша бөліктерге бөлеміз. Осы ұзын бөліктерін алып, формамызды айналдырып орап аламыз. Бір шетін мен екінші шетін біріктіріп алып, одан айналдырып ораймыз. Дәл осылай барлығын орап аламыз. Дайын болған трубочкаларымызды пісіретін табамызға салып, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Мен үстіне кішкене қант себелеп жібердім. Осылайша 30 минутта 180-200 градуста пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Қантымыздың үстіне су қойып, отқа қойып, қантымызды ерітеміз. Сироп болу керек. Жұмыртқаның ағын миксерлейміз көпіргенше. Кішкене аппақ көпіршігеннен кейін ерген сиропымызды құйып, кішкене бөліктермен құйып крем дайындаймыз. Бізде форманы ұстайтын крем шығады. Мінекей осыны біз әдем трубочкаларымыз пісіп шықты. Енді формадан ажырататын боламыз. Формадан ыстық кезінде оңай демде алынады. Суыған трубочкаларымызды креммен толтырамыз. Мен жылыша насадканы қолдандым. Осылайша бәрін креммен толтырып шығамыз. Мінекей бізде осындай әдемі, қатпарлы, үгілмелі, дәмді трубочкалар шықты. Кез келген дастархан сәнін келтіреді. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.